Barchaga salom do'stlar, sizlarмен sport жаңалықтары. Videoni boshlamas burun arnaga tirkelib, videoga like bosуды unutmangizlar. Maman Qanat Islamning kelesi кездесуі qalay аяқталатынын айтты. Portalning Latin Amerika bilimining tilchisi Fernando Barboza tilchisi bergan suhbatida orta salmoqdagi Qozog'istondagi bokschi Qanat Islam men argentinalik Javier Francisco Macel ayqas qalay аяқталатынын айтты. Бұл кездесу 7-қазан күні Plant City AQSh қаласында өтеді. Qanat Islam жолы болмаған боксшы. Бірнеше жыл бұрын ол чемпиондыққа жақын болған еді. Алайда бірнеше себепке байланысты ол чемпиондыққа жете алмады. Қазір ол мықты емес. Жасы да келіп қалды. Кәсіпқой бокстағы уақыты да аз қалды. Мәселеге қарсы кездесу оңай болу керек. Егер осы жекпе-жекте жарқын жеңіске жетсе, ол көпшіліктің назарын тағы өзіне аударуы мүмкін. Тіпті чемпиондардың да назарын өзіне аударуы мүмкін. Бірақ мен оған сенбеймін. Ол үшін 2, не 3 кездесуді жеңіс керек. Егер ол чемпион болса, карьерасын аяқтағаны дұрыс, деді Барбоза. Ali Ahmedov Rassadonni nega nokautga жібермегенін айтты. Екінші орта салмақта өнер көрсететін қазақстандық боксшы Ali Ahmedov соңғы жекпе-жегі туралы пікір білдірді. Еске салайық, Ahmedov Геннадий Головкин мен Саул Канело Альварес арасындағы трилогияны Андре Гарды өнер көрсетіп, америкалық Гарбриэл Рассадонды айналасын асырған болатын. Мен Рассадонды жақсы білемін, өте мықты боксшы. Біраз уақыттан бері кәсіпқой бокста өнер көрсетеді. Кез келген боксшы үшін мықты қарсылас, гейб жауынгер. Мен ара ғашықтықты сақтап жұдырықтасуға тырыстым. Себебі оның төбелескісі келгенін білдім. Дистанцияны ұстағым дұрыс болды. Соққы көп жібермедім. Мен басты 10 раунд жұдырықтасуды жоспарладым. Нокаутқа түсіремін деген ой болмады. Өйткені, алда мені бұдан да мықты кездесулер күтіп тұр. Сол айқастарға дайындық ретінде қарадым, деп келтіреді Ахмедовтың сөзін. Сіздермен спорт жаңалықтары болды. Арнаға тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар.